Ақниет Қабден, тәлімгері Жанар Арыстанова, Ұлытау облысы. Не себепті бесінші өлкет? Ақ түсті бола ма? Ал енді келесі кезек, жаңадан құрылған Ұлытау облысынан келген Ақниетте. Ақниет, қош келдің. Қош көрдік. Қошеметтеп қояйық, Ұлытау облысының атынан келіп отыр Ақниет. Сонымен Ақниет қай ұяшық таңдаймыз? 4-ші ұяшық. Жол векторлық шама. Жоқ. Дұрыс. Іскерлік қатынастарда іс қағаздарында қолданылатын стиль ресми іс қағаздар стиль деп атала ма? Я. Дұрыс. Тайт сөзі ишарат одағайына жата ма? Жоқ. Дұрыс. Күміс бір хлориді ақ түсті бола ма? Жоқ. Қате. 17-нің квадраты 279 ба? Я. Қате. Қатты күйдегі су мұз. Я. Дұрыс. Арамқұлақ жеуге жарамды саңырауқұлақ түрі ме? Жоқ. Дұрыс. Жер күнде бір айда толық бір айналады деген тұжырым дұрыс па? Я. Қате. Шегіртке мен құмырсқа шығармасының жанры ертегі. Я. Қате. Таяқ ұстаушы жүгіріп бара жатып таяқты келесі ойыншыға тапсыратын командалық жарыс түрі эстафета деп аталады. Я. Дұрыс. Ақниет 11 сұрақтың 10-ын тыңдап, 6-ауына дұрыс жауап бер, жарайсың. Жезқазғаннан келген Жанел. Стив Джобсты үлгі тұтады, және алхимикті оқыды. Солай ма? Иә. Аулы Коэлен шығармасы несімен саған ұнады? Шығармадан тиген ойым, яғни сіз бір нәрсені шын жүректен армандасаңыз, сізге бар әлем осы іске жетуге көмектеседі. Жақсы, сен де алдыңа мақсат қоюды, содан үйрендім дейсің ғой, иә? Жақсы. Дайын болсаң ұяшық таңда, қайсысы? 2-ші ұяшық. Ал, кеттік ендеше. Екі әсерлесетін зарядтың үлкеніне көбірек кулон күші әсер ете ме? Жоқ. Дұрыс. Тұздалып қақталған ет сүрет деп атала ма? Иә. Дұрыс. Қанеки сөзі көңіл-күй одағайы ма? Жоқ. Дұрыс. Мыстың оттекпен қосылысы қара түсті бола ма? Иә. Дұрыс. 11-дің квадраты 121 ме? Иә. Дұрыс. Алдар көсе шығармасының жанры аңыз ба? Иә. Дұрыс. Ыбырай Жақаев тары өсіруден дүниежүзілік рекорд жасады. Жоқ. Дұрыс. Тәжікстан валютасы сом. Жоқ. Дұрыс. Африкада 16 мемлекет тәуелсіздігін алған жыл Африка жылы деп атала ма? Дұрыс. Адреналин гормонын бөліп шығаратын без бүйрек үсті безі. Иә. Дұрыс. Қарахан кесенесі Алматы қаласында орналасқан. Жоқ. Дұрыс. 11 сұрақтың 11-не де дұрыс жауап берді Жанел. Жарайсың.